Саламатсыздар ма? Мен быйыл клубника алдырып, Кушет Фриго Европадан итальянский сорт Альбион деген алғаннан кейін, енді соны қалай өсірем бизнес бағытында деп бастап алдым. Бірінші рет алуым, бірінші көңге отырғыздым. Көңді клубникалар жақсы көреді. Ең алғашқы гүлдерін міндетті түрде жылу керек екен. Ең алғашқы гүлдерін жылдым. Ең алғашқы гүлдерін жылмаса, ол әлі мынадай жапырақ алып кетпеген клубниканың алғашқы гүлдерін жұлып тастамаса, бірінші берген, олар дұрыс өспей қалады екен. Кішкентай болып, кейін жемісі де ұсақ болып, гүлдері де ұсақ болып қалады екен. Сондықтан ең бірінші ол куст алып кету үшін алғашқы гүлдерін міндетті түрде бірінші гүлдеген гүлдерін сыпырып жұлып тастау керек. Бұл ремонтантный сорт. Мына сеткімен жауып қойып тұрған торғайлар, қарғалар жемісін жеп маза бермей жатыр. Соған әзірше осылай жауып қойдым. Кейін бұл сеткіні көтеріп жабу керек болып тұр. Мына сеткілер гүлдеп атқан кезде жапсам, тозаңдануға кедергі келтіре ма деп, мен бұны бірінші жаппаймын. Қазір енді мына жеміс болып кеткен кезде жауып тұрмын. Жемістері тұр, соларды арам шөптерді жағаласып жатыр, соларды торғайлар алып кетпесін деп, мынадай жемістерін неке жақсы ірі жемістер беріп жатыр. Оның жаңағы құпиясы бірінші алғашқы гүлін жылу екен. Мен ең бірінші еккен клубничник ретінде жаңа новичок ондайларды білмейтін едім. Бірінші гүлдерін жылу керек екен. Соң бірінші гүлдерін жылғаннан кейін, не өздеріңіз көріп тұрғандай мол жеміс беріп жатыр. Әрі ірі беріп жатыр. Көң салынған астына, сосынғы салынған астына биогумус. Мінекей мына жерде де мол ірі жемістер беріп жатыр. Мінеде тұр, биогумус салдым. Биогумусты бірақ астына салмай, сатып алғасын, фриго рассадысын отырғызғаннан кейін, биогумусты кейін салдым, тек бетіне салдым. Негізі биогумусты күзде салып тастаған жақсы екен. Әрі мен кешегіде көрдім, жаңа Грузияда биогумусқа өсірген екен, өте жақсы результат көрсетіп тұр. Қазір сол биогумустың өзінде көрсетем сіздерге. Мынадай мұрттарын жұлып тастау керек. Мінекей мыналардың бәрі берет бұйырса, міне. Мына баста бірінші клубникаларға беріп атқан. Алғашқы гүлдерін жұлып тастадым. Содан кейін ірі беріп жатыр. Ендігі менің жауым қазір мына торғай, қарға деген болып тұр. Ол үшін мынау притеняющий сетка ғой, соны жоғарыға іліп таққан жақсы екен. Әзір мен бос өзін сатыва келіп салып қойдым. Мынандай үлкен нелерімді, қарғаларымды, клубникаларды қарғалар шоққанда түк қалдырмайды, бәрін быт-шытын шығарып кетеді екен. Енді мен сіздерге жаңа өзім осылай егіп атқандағы жаңа қандай не көрдім, сондай тәжірибелеріммен бөлісейін. Осы клубника туралы зерттеген кезде мен түсінгенім, сататын клубничниктер, олар мынадай капельный поливті қондырады ғой. Капельный полив бұл клубникаға міндетті түрде керек. Оған ол ылғалды жақсы көреді. Оның тамырлары жердің бетіне жақын орналасқан. Андай помидор сияқты терең орналаспаған 4-5 күнде бір суарса болады дейтін зат клубникаға келмейді. Қатты ыссы күндері күнде жібереміз капельный поливті, ыссы болмаса күнара жіберіп тұрамыз. Жаңағы айтайын деп жатқанымда сататын клубничниктер теплицада өсіреткен. Бірінші құпиясы теплица ашық грунтқа қарағанда 10 есе мол өнім береді екен теплица. Екінші ашық грунтта да беріп жатыр, бірақ одағы рисктар көп болады екен ашық грунтта. Теплица 10 есе көп өнім алады екен. Әрі мынадай капельный поливпен олар питание деп минеральный удобрениелерді өте көп жібереді екен. Минеральный удобрениелер деген жалпақ тілмен айтқанда селитра. Олар сол селитраны аз мөлшерден жайлап постоянно жіберіп отырады екен. Су жібермейді, олар үнемі питание жібереді екен. Соның арқасында олардың неде ашып қалсақ сататындардың клубникасы бүйтіп төгіліп тұрады ғой, бәрі қаптап. Солай беретіні бірінші факторы теплица, екінші факторы сол минеральный удобрение екен. Бірақ мен өздеріңіз көріп отқандай жай қарапайым үйде өсіріп жатырмын, тоже бизнес ретінде. Бірақ менің мақсатым табиғи түрдегі клубниканы өсіргім келеді.
Мен әлгі жаңағыдай селитраға тойып алған клубниканы сатқаннан гөрі балаларыма да басқа адамдарға да табиғи клубника бергім келді. Сол мақсатта зерттеп қарағанымда нелер жаңағы Грузиядағы биогумуспен өсірген тәжірибе ұнады. Әрі өзімді осылай биогумус салғасын, соны көрейін деп. Биогумуспен олар бұны 3 жыл өсіреді екен. 3 жыл өсіргенде мына целый кустты ол қартаймай, тозбай 3-ші жылға дейін осындай ірі жақсы өнім береді екен, товарный вид сақтап. Ал әлгі селитрамен, химиямен, минеральный удобрение деп айтады ғой, әдемі тілмен, сонымен өсірген капельный поливпен жіберген көшеттер өздері да жандай сол клубничниктерін айтып тұр, ютубтарын ақтарып қарағанда, 1 жылға ғана шыдайды дейді. 1 жыл ол мол өнім береді дейді, куст үлкен ірі қылып. Болды, сол осы мысалға жазда ексем мынаны, ол осы келесі жыл жазға дейін бір қыстап шығат береді да, содан кейін оны алып тастап, орнына жаңа көшет егеміз дейді. Жаңа көшет егеміз, себебі ол одан кейінгі жылы мынау допинг сияқты ғой, селитраны ішіп жемісті беріп сатқаннан кейін минеральный удобрение, олар шаршап қалады екен. Олар келесі жылына қалса, гүлдері ұсақталып, жемістерді ұсақталып кетеді екен. Оларға сатуға товарный видтегі ірі клубника керек. Бәрімізге де солай ғой, мысалға, барлық адамдар да солай жасағысы келеді ғой. Клубниканы бизнес ретінде өсіріп көрейік, сатып көрейік дейтін адамдарға мен міне сол өзімнің жаңағы көрген зерттеген тәжірибемдегі кеңесіммен сіздерге бөлісіп жатырмын. Себебі барлық құпиясын мына сататын адамдар, клубника сататын сіздерге бәрі жай салмайды ғой. Сол мінекей мынадай жақсы ірі өнім 3 жыл қатарына беру үшін мінекей бәрі беріп жатыр. Осындай 3 куст мынадайдың цветонос дейді ғой, 3-еуі болу керек. Әзір менде 1-еуі тұр. Менікі жай көңге тұр. Және көңді бір 5-6 жыл болып кеткен көң болды. Оның да күші кетіп қалады екен, биогумусы да аздау болып қалды. Енді келесі жылға мен жаңағыдай сатып алып, осындай жеткізбей қалмау үшін келесі жылға мол биогумусты өзім дайындап жатырмын. Қазір сіздерге көрсетем. Келесі жылы биогумуста әрі жаңағы бұйырса қаражатым жетсе, үстеріне теплица салып алсам деген ойым бар. Болмаса биогумусты топырақпен араластырып, осы жерде мына астына сосын клёнка салу керек. Оны мульчирующий клёнка дейді. Оның да сапасына қарай әртүрлі бөлінеді екен. Ағы болады, қарасы болады. Қарасы жылуды қатты өткізеді екен, ағы аз өткізеді екен. Біз ыссы жазы бар адамдарға ағын салса да болады. Сосын қыста жабу керек. Біз енді мынау Ақтөбенің климатында салқын ғой, міндетті түрде қыста бұларды үстін қалың қармен астына сақ салып па, или болмаса бір жылтырақ изолятерма бірдеме деген нелер болады, или сондай агроволокно сондай сияқтылармен жауып бетін, сосын үстін қалың қармен жауып болса да, осылай қыста бұйырса көшеттерді жабамыз. Себебі бұл европалық көшет қой, альбион деген ремонтантный сорт. Ол әңгіме европалығында емес, барлық клубниканы солай үстін жапқан дұрыс. Бұның ерекшелігі мына ірі беріп тұрғанында болып тұр ғой. Маған сондай ірі беретін жақсы сорт алып бастағым келді ғой. Әйтпесе бұлай местный сорттар өзімізде де жетеді ғой. Міне жақсы беріп тұр, шүкір. Осының несі бірінші гүлін жұлғанының арқасында. Осылай беріп атқаны, бірінші гүлі ұсақ болды. Себебі ол кезде мына жапырағы куст алып кете алған жоқ. Жапырағы кішкентай болды, фриго келген кезде. И фриго рассада деген жаңағы дайын рассада ғой, клубниканың. Астында 15-20 сантиметр тамыры болады, замороженный. Сонымен келді, заказ бердік. Соны қайшымен қиып тастауға болады екен, бір 5 сантиметрін ба. Себебі жерді қазып отырғызған кезде күрекпен қазасыз ғой, бір күректің бойымен аласыз да, ана ұшы тамырының бүйтіп жиырылып қалса, былай тіке түсу керек. Тіке түспей бүйтіп қайырылып қалса, сол кейін сол рассада дұрыс өсе алмай қиналып қалады екен. Менде болды солай. Бірінші рет еккесін мен ол жағын білген жоқпын, тамырдың артын қию керек екен. Ұзын 15-20 сантиметр тамырын көрдім да, жақсы екен деп күрекпен қазып бәрін көміп тастадық. Сондай болмас үшін қию керек екенін де білген жоқ. Сіздерге сол өзімнің білгенімді айтып жатырмын, кейін білдім оны.
Мінекей қазір шүкір жақсы, бәрі беріп тұр. Мына цветоностар әзір үшеу болып тұрған жоқ, біреу болып тұр. Кішкентай клубника болғасын ба, или болмаса жаңағы сіздерге айтқанымдай минеральный удобрениелердің күші шығар. Ана басқалардың клубникасының осылай бүйтіп, неде картинадағыдай дейді ғой, көрсеңіздер ойыстып, қаптап тұрады ғой бүйтіп, кәдімгі үзіліп, жүзім ұқсап. Сөйтіп тұруы жаңа минеральный удобрениелерге байланысты екен. Сосын мынандай болып жапырағын жеп қояды, жаңағы паутиник клеш болады, болмаса клубникада в основном трипси деген болады екен, кішкентай бит. Ол деген паутиник клеш деген қиярда да болады ғой, мына клубниканың трипси гүліне түседі екен. Гүліне түседі. Гүліне түскен кезде оны қалай білесіздер? Оны бүйтіп қағу керек екен. Соны бүйтіп қаққан кезде қаттырақ бүйтіп шертіп қаққан кезіңізде жүгіреді екен. Сол жүгірсе, ол трипси екен. Оның қоңыр түрі де болады, көзге көрінбейтін кішкене де түрі болады. Мен сағымнан ұрып атырым, оны ештеңе жүгіріп атқан жоқ. Бір рет бірақ уладым. Мына клубникамды не жеп қойғанын мен артынан көрдім. Ашсам, артында не тұр? Әлгі гусеница сияқты бір құрт жабысып тұр екен, сыртында несі бар андай? Түбіт сияқты оралғаны бар. Сондай салған ғой, ондайды не дейді, кокон дейма, сол осы клубниканы жеп қойған. Міне мына клубниканы да солай жеген. Сонда оны улап тұру керек екен. За сезон, мысалы жаздың сезонында 2-3 рет клубниканы міндетті түрде улау керек екенсіздер. Мен солай бір рет карбофоспен уладым. Енді екінші рет улайым дегенде қол тимей қалды да, содан мындай жеміс беріп кетті. Енді осы жемістері болғаннан кейін, ана бірінші гүлін гүлдегенде уладым ғой, жұлып тастап. Енді сол екінші гүлі гүлдеп атқанда да улап үлгеруім керек екен. Сонда қашанна жемісі, кіттай жеміс үлкейгенше 10 күннен кейін жемісін жей беруге болады ғой. Енді қазір қызыл жеміс беріп тұрғанда улауға болмайды. 10 күнсіз жемісін жеуге болмайды олардың. Сол себепті бұларды әзір улай алмай жүрмін. Енді бұлар жемісін теріп болғаннан кейін улауға тура келеді. Жаңағыдай бірдемелер жеп қоймас үшін. Енді мен сіздерге әлгі өзімнің биогумусымды көрсетейін. Мыналарды жауып кетейік, себебі жаңағы құстар келіп жеп қояды. Қазір тағы да келем, асықпай жауып кетерім. Сіздерге жаңа ауланың ана бір шетіне өзім дайындаған биогумусты көрсетейге келе жатырмын. Ол биогумус деген мынадай помидорларға да жақсы. Міне мысалға мына помидорлармен жемісі төгіліп құлап жатыр. Мінекей помидорлар да жақсы көреді екен биогумусты, мына ірі помидорлар. Ол кабачкиге да жақсы. Бірінші мен оларды биогумуста мынадай жәшіктерге өсірдім. Ең бірінші осындай бір жәшігін сатып алдым. Калифорнийский черви деген тұқымын алу керекпін ғой енді. Сонан соң мынадай қарбыздарды салып, оларды мынадай жәшіктерге 7 жәшік қылып көбейттім. Сосын көбейгеннен кейін, мынау біздің огородымның мына бір шеті бос тұр ғой, соған әкеліп 3 қаптай ма нені көңді. Негізі басында жәшіктерге көбейткенде жылқының тезегіне көбейттім. Жылқының тезегінде жейтін зат көп екен. Сондықтан оған жақсы өседі екен. Әрі мынадай тәттіні жақсы көреді екен қарбызды деп естідім. Көрдім да адамдардан. Содан осы Ақтөбеде осындай жаңа калифорнийский шлаушындарды ұстап атқан адамдардан. Сол осы жазда не көп? Қарбыз көп жейміз ғой жазда. Сол қарбыздарды әкеліп салып, оларды көбейттім. Содан олар көбейді, уже 7 жәшік болып сыймай атты, бір жәшіктен 7 жәшікке айналды. Сол кезде мына жерге жаңа 2-3 қап көңді сиырдікі болды. Енді тағы да осы жерге, мына жер бос тұр ғой, міне осы жерге огородтың мына шетіне бір машина жылқының тезегін, болмаса сиырдың әкеліп төгіп, осы құрттарға жем қылғым келіп тұр. Содан олар оны өңдейді, ол минимум 3 ай өңдеу керек деген. Амаған осы биылша өңдей берсін олар. Сосын биыл өңдеп болғаннан кейін қыста спячкаға кетеді. Келесі жылы мен осы мына клубникаларымның түбіне салып, жаңағыдай селитрасыз өсіруді бастаймын. Себебі жаңа селитрамен өсірген көшет 1 жылға жарап тұр ғой. Мен 3 жылға толық оларды қалдыру үшін осы құрттардың көбейгеніне шлаушындарын жүгінейін деп тұрмын. Енді мен қазір сіздерге құрттарды көрінсе ашып көрсетейін. Мына бетіне мынадай шөп салып тастағаным, оларды тоже жаңағыдай тауық болсын, құс болсын, құрттарды теріп жеп кетеді. Ол әлгі балық аулауға да келетін құрт қой, шлаушын деген.
Сондықтан жауын құрт былай общий аты орыстарда старатель дейді. А мынау сорт калифорнийский черви. Мына астын көтеріп көрсетейін. Мінекей, көрдіңіздер ме? Олар қарбызды жақсы көреді. Қарбыздың астында мінекей қаптап толып өсіп жатыр. Олар жарықты жақсы көрмейді, міне жарық көрінді, олар қашып баратыр. Осының астында балалайды, өсет, міне қарбызға тісі жабысып тұр. Ол қарбызды бірден жей алмайды, олар кішкене шірігесін, осындай ол кішкене шірігесін жейді. Мына қарбыздарды тастадым, бұны бүгін тастадым. Қазір міне тағы бір қарбыз желінген, соны да әкеліп тастап, осылай бетін шөппен жауып тастаймын. Бұл аса қиындық тудырмайтын жұмыс. Тек кейбір адамдар ой құртпа деп мүмкін естеуі мүмкін, жиіркенуі. Ода тұрған не бар? Ол мына химиямен өсіріп жаңа өнімді балаларымызға химия бергеннен жақсы ғой. Балаларымызға жаңа минеральный удобрениемен, селитрамен өсіріп, клубника беріп, сондай клубника сатып ақша тапқанына мен осындай жаңағыдай көң арқылы, көң деген кәдімгі малдың тезегі ғой, тек соның өңделген түрі. Оны өңдеуге мына құрттардың үлесі зор. Міне жаңа құрттар қапелімде ішіне қарай кіріп баратыр. Олар жарықты жақсы көрмейді. Қазір мынаң астына жиналды ма екен көрейін. Мынаң асты міне әр жерінде тұр. Қазір мынаны көтеріп көрсетейін сіздерге. Мынаң астына әлі жиналмапты. Маған бір қолмен көрсету оңай болмай жатыр. Бір қолмен. Бұлған жаңа керек уход тек свежий навозды салып, мол қылып салсаңыз болады. И сосын су құйып тұру. Құрғап қалмау керек. Аты жауын құрт қой. Сосын мына навозды бүйтіп әкелгеніңізді бүйтіп үйіп тастауыңызға да болмайды. Үйсеңіз оның асты қызатта құрттар өліп қалады. Өлмегенде қашып кетеді басқа жаққа қарай сыртқа. Ал мына өңделген көң міне мынадай болады. Мынау сол жаңа мен алғашқы әкелген жәшік әкелдім ғой құрт, содан бөлек биогумус әкелдім дедім ғой, міне сол. Мынаның ішінде де құрттар қашып баратыр. Бұларды мен алу керекпін. Мынаны мен гүлге салам деп кептіріп қойған түрім ғой. Оның ішіндегі құрттарын бөлек алып тастау керекпін. Олардың астына свежий навоз салып, соны приманка қылып, соған олар көшу керек. Сол кезде мен мынаны кептіріп, өзімнің гүлімнің астына салу керекпін. Мына құрттар өңдеген биогумустың ерекшелігі, оларда мүлде иіс болмайды. Мысалға мына малдың мына жерге свежий сиырдың жапасын әкелген кезде жылқының иісі болады ғой кәдімгі. Ал мына өңдеп құрттар шыққаннан кейін құрттар өңдеп қортып шыққан көңде мүлде иіс болмайды. Кәдімгідей иіссіз көң болып шығады ғой. Сол бір ерекшелігі. Онымен спокойно жұмыс істей беруіңізге болады. Мүлде иісі болмайды. Тіпті орыстар ойыстып жәшіктермен апарып, бірнеше этажы қылып кухнясына қойып қойған. Қыста сақтау үшін этажеде тұратындарыма мынадай тамақтың қалдықтарын салып, үстіне сөйтіп өсіріп жатыр екен. Бірақ біз жер үйде тұрамыз ғой, бізге оның не керегі бар? Мен мынаны қыста осы жерде қыстатам. Оны да адамдардан сұрап оқып көрдім. Ол үшін мынадай қазір мен мысалы бұны жайып тастап тұрмын ғой, мына көңді былай ұзын жайып тастап тұрмын, себебі іші қызбасын деп. Енді мен қыста бұны 1,5 метр биіктікте болса үлкейтіп үйем. Үстін қыста олар итақта қызбайды, сосын ол жылы жатады, астына қарай құрттар кіріп кетіп, астында спячкіде қалады екенсің. Келесі көктемде арасын ашып қарап оянады ғой, сол кезде жаңадан көң әкеліп, оларды жіберіп, астындағы өңдеген көңді алып кетіп, огородыма салам. Сол мен сіздерге өзімнің білгеніммен бөлістім. Тағы да сұрақтарыңыз болса комментарийге жазып, менің каналыма тіркелуіңізге болады. Менің мақсатым осы огородымды біртіндеп табиғи неге ауыстыру ғой. Бірінші мысалы қазір көң салдым жылдаған, сосын керек кезінде гумат калий, монофосфат калий сондайлар салып огородқа сөйтіп беріп жатырық қой. Бұйырса мына биогумусқа өтіп, мен мысалы бір машина биогумусты тастап осылай құрттар өңдесе, келесі жылға дейін өңдейді ғой. Сол кезде өзімде мына жерде 2-3 қап биогумус қой жатқан көң. Бір машина көңді құрттар өңдегеннен кейін олар менің бүкіл огородыма толық жетеді ғой. Сол кезде мен сатып алмаймын. Биыл мен сатып алдым бір 7 қаппа биогумусты. Ол маған дымда болған жоқ. Келесі жылы бір машина биогумус шығару үшін осы менің жерге дайындап жатқан биогумус фермам деп айтуға болады. Сол биогумустарым дайындап жатқан.
Қазір жаңа сіздер көрдіңіздер, тағы да көрсетейін, бір жерде көрсете алсам, маған бір қолмен ыңғайсыз болып тұр. Мінекей, мына жерде міне ашып едім, міне жерде жатыр екен. Мына қарбыздың астына да көп болып жиналыпты, мінекей. Мына бір қарбыздың астына. Олар жақсы көреді солай қарбызды. Мінекей, мына жерде общем көп екен. Мінекей, көрдіңіздер, балалап, өздері жіңішкесі бар, ұсағы бар. Бұл құрттар жақсы. Бұл жаңағы жіңішкелеу болған жаңағы калифорнийский червилар өте тез көбейеді. Үлкен осыбылары бар, үлкен болып жүреді. Олардың тамағында жұмыртқалары жүреді, кәдімгі шешелері. Олар сөйтіп бойында дөңгелетіп жұмыртқаны ұстап жүреді да, кейін сосын соны туады. Бұны көп қозғай берген жақсы емес. Қозғамау керекпін, себебі жұмыртқасы алып балалап жатыр ғой, өздерінің биорежимі дейді ғой, соны бұзып қажет емес. Құрттарды бірінші сатып әкелген кезде айтады, қашып кетеді адамдарды. Мен оны білмеймін. Негізі көңге ұсталған құрт көңнен қашпайды. Мен біреулерден естім, торфқа ұстайды екен, тағы бірден кебек па, сондай бірдемелерге, шилухаларға ұстаған нелер, басқа нелер келсе, басқа көңге келіп салсаң, мына жаңағы нені түсінбей, ортаны табиғи қашып кетеді деп естіп жатырмын. Оларды біртіндеп үйретуге болады. Ол үшін жаңа құртты әкелген кезіңізде осындай бір жәшігін сатып алдым мен. Сондай бір жәшігін сатып алғаныңыз дұрыс. 3-ақ мың теңгеме тұрады, бар жоғы. Соның ішінде оның атасы да, әкесі де, шешесі да, баласы да, жұмыртқасы да, көкін бәрі жүреді. Осының ішінде көп болады. Сол бір жәшікті әкеліп көбейтуіңізге болады. Сол бір жәшікті әкелесіз да, өзіңіздің тағы бір 2-3 жәшік көңді салып, соның ішіне мынадан алып, жайлап салуыңызға болады. Болмаса мынаны мысалы бүйтіп ысырып жаңа сатып әкелгеніңізді, жартысын алып тағы бір жәшікке салып, жартысына көң салып қойыңыз. Свежий көң болу керек. И сол көңнің еще зәрі жуылған болу керек. Мына әкеліп бірінші свежий көңге бірден жіберуге болмайды. Ол ащы болады, одан құрттар қашып кетеді тоже. Оны бірінші шлангының суы бар ғой, огородтың, сонымен бүйтіп аямай жуып алдық. Жуғанда қалай шлангының суын бүйтіп шаша бересіз ғой. Содан мына сыртына қарай, мына арық қой, міне арыққа қарай ағып, зәрлі сары суы ағып кетеді, екі жағына ағып кетеді. Сосын соған жібересіз, болды. Басқа қиындығы жоқ. Сосын ұмытып кетпей, сөйтіп жетісіне 1-2 рет келіп, шлангымен үстінен шөптің су шашып тұруыңыз керек. Мына шөп айттым, құстардан қорғау үшін керек. Сосын көлеңке қылу үшін керек, шамалы болса да. Олар қараңғыны жақсы көреді. Мына олар қараңғылап тұру үшін, әрі құстар жеп кетпесін. Мына тоже огородтағы жаман шөптер ғой, жұлып әкеліп үстіне бүйтіп шашып қойдық. Қазір мыналарын да үстін жауып тастаймын. Сонымен олар өздері жайлап көбейе береді. Мына қарбызымды салам. Болды. Басқа сұрақтарыңыз болса, комментарийға жаза беріңізге болады. Мен сіздерге жауап беремін қолым тиген кезде. Маған тіркеліп қолдау білдіріп отырсаңыздар, нұр үстіне нұр.